Салам жеке, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен әле достар, бүгін мен сіздерге Бермуд 2.0, яғни жаңа Бермудқа толықтай обзор түсіретін боламын. Толықтай дегенде мен алдыңғы видеода айтқан болатын, битва отрядта және де рангта осыны шығарады деп. Яғни бұл жерде бұрынғы қазіргі рангтағы жерлерден басқа мүлде бөлек жерлердің барлығында шығарған болатын. Яғни қазір видеоның барысында көресіздер, өздеріңіз күтпеген жерлерді де тіпті қосқан, және де егер де көрмеген болсаңыздар, бұрынғы яғни жаңа Бермудты просто шокта боласыздар. Просто мен вообще шокта болдым. До того мына Бермудты көріп, бұл видеоны мен бета версияда түсірген болатын, сондықтан да қайдан жаздым деп сұрақ қоймай ақ қойыңыздар. Бета версиядан алынған кереметтей уже жаңа Бермуд, и сіздерге тілейтін тек қана приятного просмотра. Давайте, достар, лайктарыңыз басып ана тіркеліп, давайте комментарий жазып кетіңіздер, и біз видеомызды бастаймыз. И вот, достар, мінекей өзіміздің жаңа Бермудтағы алғашқы битва отрядымызға қош келдік. И керемет, бұл жер енді реально я в шоке. Мына жерде какой-то непонятный здание, мына жерде жолдың барлығы датавы өзгертіп тастаған. Мынау, достар, қалай деп ойлайсыздар, яғни жаңа академия бұрынғы Бермуд. Датава, достар, қараңыз, жолдың бәрі кәдімгі мына жер соғысатын жер емес, как будто бір колледжден де асып түсетін сияқты, вроде дизайнды кәдімгі вообще аямапты. Мына жерде ну, достар, фонтанды қараңдар. Ё-моё, Грайвардқа фонтан, бұрында Грайвард вообще могила, адамдардың өліп ататын жері болған болатын. Ал қазір вообще академия деп атын өзгертіп, вообще четко етіп тастаған. Мына жерде какой-то непонятный баспалдақтар, и алдымызда вообще непонятный темір, ну сондай бір нәрсе. Давайте үйге кіріп шығайық. Үйдің ішіндегі дизайндар өзгерді ме екен, соның барлығын көріп келейік. Менімше өзгерген жоқ, яғни мен видеолардан көрген болатын, вообще өзгермеген, реально вообще өзгермеген. Бірақ та тағы бір-екі комната қосқан сияқты. Но төбесі датавы өзгермеген. Төбесі дәл сол, бірақ та менімше үлкейткен сияқты. Бұрында төбесі мынандай үлкен болмаған, қазір өте үлкейткен сияқты. Мына жерде вообще столик, и ну кәдімгі дизайн, кәдімгі жестко датавы дизайнды әдемілеп істеген. Мына жерде байқадыңыздар ма, бітеліп тұрған болатын, бітеліп қойған. Мына жерде комната, жаңа комната сияқты, яғни бұрында мынандай комната болмаған. Вообще мен түсінбей жатырмын, мына жерде болды ма, мына комната болған жоқ па, реально. Датавы әдемі дизайнда істеген, пабок мынадан кейін датавы ұйықтап жатқан бар кәдімгідей. Ну четкий, реально четкий. Да, ну еще мост бар, достар, мост бар. Ё-моё, мына жерде мост, датавы мосттың үстіне адамдар шығып алған. Яғни вообще четко ойнап тұр. Мына жерде тоже академияның екінші түрі, яғни картасының үстінен де көруге болады. Екі бірдей здание тұрғанын. Мына жерде непонятный темірге шығып көрейікші. Просто шығайық. Ал вообще үстінен қарағанда басқаша болатын бар. Но реально четкий, реально вообще четкий. Мен Free Fire'да мынандай әдемі дизайн күткен жоқпын. Но реально, достар, байқап тұрсыздар ма, мен келісесіздер ма, егер де жаңа Бермуд вообще четкий болса, маған өзіме реально ұнап тұр. Победа дейтіннің өзі басқаша шығып тұр, достар, байқайсыздар ма. И және де мына жерде счеттың өзі, разрушители әдемі шықты, реально. Қазіргі неге қарағанда жанасы четкий. И және де мен фотографиялардан көрген болатын, осындай ағаш шығады деп, яғни бұл ағаштың аты Сакура. Бұл бізде Сентоза, достар, ойнар, Сентозада мынандай өзгертіп тастаған. Сентозаны датау мынандай өзгереді деп күтпейсің ғой. Осы ағаш шығарған, яғни вообще әдемі дизайнмен, мынау уже таза японстардың бір үйлері, японс, кореец, короче, азиаттардың үйі, мынау ағашты қосқан, осы Сакура дейтін ағашты қосқан. И вообще четкий. Давайте осы үйдің арт жақтарын көрейік. Егер де бір өзімізге нормаль нәрсе көретін болсақ, үйдің ішіне кіріп кетейік. Үйдің ішінде барлығы осындай, но стеналар вообще тонкий, кәдімгідей. Ну, возможно, кейбір стенкаларда баг болып, через стенка атылып кетуі мүмкін. Өйткені Free Fire әдейі сөйтеді, азғантай память алу үшін солай табып, әйтеуір адамдар табады бәрі де үстінен бір багты. Қалай болсын, полюбак бір баг табады. Және мына жерде шөптер орнатқан, мынау шөптің жаңа дизайны, осындай кереметтей шөпке жаңа дизайн шыққан болатын. Және де орталығы осындай мынау дейтін типа бастандар деп дубинкмен ұратын бір жер сияқты. Ежерге китайский фильмдерінде сондай көрсеткен болатын. Ортасы вообще четкий, реально. Мына жер датавы, мынаны Free Fire деп айтпайсың, реально датавы четкий етіп тастаған. Ё-моё, вообще в шоке. Мынау дейтін ворота ма, сондай кәдімгі таза китайцтердің бір нәрсесін істеп қойған. И разрушители 2-0 жеңіске жетіп отырмыз. Мынау бізде вроде қай жер? Фишермен Крик. Яғни
қазіргі Римхан Village достар, Римхан Village'ге осындай бір кереметтей обзор. И вот мына Римхан Village'ын баяғыда білесіздер ғой, домиктері кішкене қытайша осындай болған болатын. И жанында бір школа ма сондай болған болатын. Қазір школаның бәрін алып тастады, и үйлерді үлкейтіп мынандай керемет. Мына жақта Clock Tower осындай четко кеткен болатын. Clock Tower вроде вообще өзгермеген сияқты, дәл сол сағаты әлі сол қалпында тұр, бірақ мына жерде дизайнмен вообще четко істеген. Реально айтайын, пабликті мынау айырып тастаған болар, дизайнмен мынандай дизайнмен пабликті айырып тастаған болар. Ну реально мен в шокемін. Мынандай етіп өзгертеді деп мүлде күтпегенсің ғой. До того бүйтіп өзгерту вообще до того. Но мына жерде негізінде мен естуім бойынша аптека бәрін өзгертеді деген болатын. Аптека қолдану вроде мына адамның қолданғанынан ол ешқандай өзгермеген сияқты. Оның барлығы жайлап уақытымен өзгереді сияқты. Пока что ешқандай особо өзгерістер байқатқан жоқ. Негізі ойын барысында мен багтар тапқан болатын. Багтарды бірақ видеода шығарғым келген жоқ. И мынау чотам қайыр. Достар, мынау дейтін мост қой, ана мост. Мен айттым ғой, алдыңғы видеоны егер тоқтай көрсеңіздер, бөгет деп жаңадан шыққан сол бөгет. Мынау сол мосттың үстінде атсамыз достар, қазіргі біз атысып жүрген Бермудтағы талпа жерлерді атымен жасап, вообще бәрін алып тастап, до того мосттың үстіне атсамыз достар, ё-моё, мосттың үстіне вагон қосқан мынау бөгетті кәдімгі үлкейген. Ал ол бөгет мүлде қытайшадай болған болатын, реально өте кішкентай болған болатын. Ал мына қазіргі бөгет до того үлкен и вообще чет кетіп тастаған. И мына жерде адамдардың ID жазылып тұр ма, қазірде жазылып тұр ма білмеймін, бірақ та осындай алғаш рет байқап тұрғаннан кейін өзгеше көрінеді екен. И жеңіске жеттік. Короче, біз мына раундта және де біз достардан қарашы, поздравляем, и фрагменттерді вообще четко береді. И біздің жеңіске жеткен сайын осындай түрімізді көрсетіп, 4 игроктың да түгелдей сетін көрсетіп, осындай кереметтей сахнаға шығарған сияқты көрсеткен. Реально вообще, но Free Fire до того жестко етіп тастаған. Ну реально вообще четкий. Да, ну еще мынандай разрушители 4-0 хищникеге дегенге осындай етіп қойған ғой. До того, ё-моё, до того бүйтіп тастаған ғой. Ну әдемі болып тұр. Қазір дизайнды бәрін до того четко етіп өзгерткен. Реально Free Fire вообще дизайнды до того аямаған. Достар, көрдіңіздер қандай до того өзгертіп тастаған, вообще четкий еткен. Достар, егер де сіздерге осы бүгінгі видеодан алғаш рет көрсеңіздер, жаңа Бермудқа обзорды, давайте достар, лайктарыңызды басып артына тіркелеміз. И бүгінге осы, егер де сіздерге осы обзор ұнаған болса, білесіңдер сендер не істеу керектігін. Келесіде мен ол дәл осындай просто четкий кереметте видеолар шығарып отыруға тырысатын боламын. Жаңа Бермудтың обновлениесі осы жақындағы 20 емес, уже 10 күнде шығуы мүмкін. До того крупный обновление осы жақын арада болуы мүмкін. Ал сіздермен мен Ален, давайте.